Саламатсыздар. Біз дәрісімізді жалғастырайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мектеп жасына дейінгі балаларды ұлттық тәрбие негізіндегі балабақшада тәрбиелеу. Балалардың балабақшаға бейімделу кезеңдері. Ұлттық құндылықтар негізінде мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиелеу және оқыту, мектепке дейінгі тәрбие баланың тұлғалық қалыптасуындағы маңызды кезеңдердің бірі. Дәл осы мектеп жасына дейінгі кезеңде адамгершілік негіздері, қоғамдағы мінез-құлық нормалары, баланың жеке қасиеттері қалыптасады. Қазақ халқының ұлттық құндылықтары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бай рухани мұра, балалардың тұлғасын қалыптастырудың негізгі құралдарының бірі. Ұлттық құндылықтардың жас ұрпақты тәрбиелеудегі орнына тоқталар болсақ, халықтың тарихы, мәдениеті, тілі мен дәстүрі арқылы қалыптасқан рухани, материалдық және әлеуметтік құндылықтар жиынтығы. Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеуде ұлттық құндылықтарды насихаттау олардың рухани дамуына, ой өрісінің кеңеюіне, ұлттық ерекшеліктерді тануына ықпал етеді. Халық данышпандары Ахмет Байтұрсынов балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін балам қайдан шықсын? Балам деп бағып, оқытып, адам қылғаннан кейін жұртым деп танымаса, сонда өкпелеу жөн ғой. Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл болмақшы, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы дейді. Міржақып Дулатұлы бастауыш мектепте алған тәрбиесінің әсерлі, күшті, сенімді болуы қай халықтың мектебінде болса да оқу кітаптары ана тілімен, өз ұлтының тұрмысы һәм табиғаттан жазылып, баяндап оқытудың асыл мақсатына муафиқ үйретуден, осылай білім баяндап оқытқанда балқыған жас баланың бойына, қанына, сүйегіне ұлт рухы сіңіп, ана тілін анық үйреніп, керекті мағлұмат алып шығады. Мұндай балалар бастауыш мектепті бітіргеннен кейін қай жұрттың мектеп медресесінде оқыса да, қай жұрттың арасында жүрсе де, сүйегіне сіңген ұлт рухы жасымайды. Қандай болса да тіршілігінде, қандай ауырлы өзгерістер көрсе де, ұлт ұлы болып қалады. Оқудағы мақсат жалғыз құрғақ білім беру емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру десе, Әлихан Бөкейханов мал бақ, егін сал, әдіс қыл, амал қыл, шебер бол, мерген бол, еңбекке, білімге жалын десе, Мағжан Жұмабаев тәрбиелеу бағыттары туралы тәрбие 4 түрлі: дене, жан, ақыл тәрбиесі, сұлулық пен әдеп құлық тәрбиесі. Егерде адам баласына осы 4 тәрбие тегіс берілсе, оның тәрбиесі түгел болғаны. Бала мығым денелі, дәл табатын ақылды болса, сұлу сөз сиқырлы, әуен әдемі жерден ләззат алып, жан толқындырарлық болса, жамандықтан жаны жиреніп, жақсылықты жаны тілеп тұратын құлықты болса ғана адам баласын дұрыс тәрбие алып, шын адам болғандығы. Балам адам болсын деген ата-ана осы 4 тәрбиені дұрыс орындасын деген өсиеттері бала тәрбиесінде ерекше орын алады. Сонымен бірге, 3-ші слайдта, мен халыққа кіндігіммен байланып қалғаным, оны үзе алмаймын, үзу қолымнан келмейді деген Жүсіпбек Аймауыттың сөздері халық даналығының айғақ көзін көрсетсе, мен ағайынды екеумін, бірі өзім, екінші халқым деген Сырым Датұлының сөзі халықтың адам өміріндегі ерекше орнын көрсетеді. Сонымен бірге ғалымдарымыз Алтынай Жайтапова, педагогика ғылымдарының докторы, ата-бабамыз мұраға қалдырып кеткен рухани дүниетанымызды басшылыққа ала отырып, мектепке дейінгі мекемеге, мектептерге ұлттық инновацияны енгізуге барынша күш салуымыз керектігін атап өтсе, Серғазы Қалиев, этнопедагог профессор, ұлттық тәрбиені балабақшадан бастауымыз керек. Не ексең соның орасың демекші, балаларымызды қандай жолға бастасақ, олардың сол бағытты алатыны белгілі. Ал біздің ата-бабаларымыздан қалған асыл мұрамыз, тәрбиеміз қазақтан басқа ешкімде жоқ деп, ұлттық құндылықтардың бала тәрбиесінде орнын жоғары бағалаған. Ұлт құндылықтары мектепке дейінгі ұйым және ата-аналар арасында ынтымақтастыққа бағытталған серіктестікті дамытуда ойын технологиясына негізделе отырып қолданылады. Тіл мен әдебиет арқылы тәрбиелеу, мысалы, бұл тіл ұлттық болмыстың басты көрсеткіші. Балабақшада балалардың қазақ тілін меңгеруіне, сөздік қорын молайтуына ерекше мән берілуі керек. Ол үшін халық ауыз әдебиеті, ертегілер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар кеңінен қолданылады. Келесі ертегілер. Балалар ертегілерінде батылдық, тапқырлық, адалдық сияқты қасиеттер дәріптеледі. Мысалы, Алдар Көсе ертегісі арқылы балаларды тапқырлыққа, батырлар жыры арқылы батылдыққа баулуға болады. Мақал-мәтелдер. Халық даналығы балаларға терең тәрбие береді. Еңбек етсең ерінбей,
тояды қарның тіленбей деген мақал арқылы еңбекқорлықтың маңызын түсіндіреді. Келесі жұмбақтар мен жаңылтпаштар балалардың ойлау қабілетін есте сақтауын дамытады. Ұлттық салт дәстүрлерді насихаттау, балабақшада балаларды қазақ халқының салт дәстүрлерімен таныстыру, олардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттырады. Ұлттық мерекелерді атап өту дәстүрлері ойын түрінде көрсету арқылы тәрбие беру тиімді. Тұсаукесер дәстүрі мысалы, балаларға адамның өміріндегі маңызды кезеңдер түсіндіреді. Бесікке салу дәстүрі ана мен балаға деген құрметті қалыптастырады. Қонақжайлылық дәстүрі балаларды мейірімділікке, үлкенді сыйлауға үйретеді. Наурыз мейрамы балаларға табиғаттың жаңаруын, татулық пен бірлікті үйрететін мереке ретінде таныстырылады. Ұлттық ойындар арқылы дамыту. Ойындарда бала өзін қоршаған дүниені танып, оның интеллектісі, ойы, қиялы дамиды. Әлеуметтік қасиеттері қалыптасады. Ұлттық ойындар арқылы балалар өз халқының және өз елінің мәдениетімен және құндылықтарымен танысады. Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасауда ұлттық ойындарын пайдалану мәселесі ғылыми әдебиеттер кеңінен берілген. Ойындар жөнінде 20 ғасырдың бас кезінде қазақ зиялы қауымы құнды пікірлер айтқан. Мәселен, қазақтың педагогика ғылымының іргетасын салған, баланың өміріндегі ойынның маңызын айта келе Мағжан Жұмабаев: ойын дегеніміз айқын, білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты. Ойын тынысы кең алысқа меңзейтін, ойдан ойға жөтелейтін, балаға қиялы қанат білдіретін ғажайып нәрсе өмір тынысы. Автор ойындарды халық мәдениетінен бастау алар қайнар көзі, ойлау қабілетін өсу қажеттілігі, тілдің физикалық дамуының негізгі элементтер тұжырымдайды. Балаларға арналған дәстүрлі ойындар тәрбиенің әмбебап құралы болып табылады. Өйткені олар баланың ақыл ойын тәрбиелеп қана қоймайды, сонымен қатар оның моральдық және физикалық тұрғыдан шыңдап, денсаулығын нығайтады. Оларда халық өнерінің барлық саласында көрініс тапқан. Ұлттық ойын қоғамның дамуының белгілі бір тарихи кезеңде кең тараған және оның өзіне тән белгілерін көрсететін және қоғамдық саяси экономикаға және ұлттық өзгерістердің әсерінен өзгерістерге ұшырайтын ойын. Ұлттық ойынның құрылымы бір мақсатты және бір қалыпты әрекетті қамтиды. Бұл оны барлық балалар үшін қарапайым және тартымды етеді. Халқымыздың ұлттық ойындарының көпшілігі ойлауды қажет ететін ойындарға жатады. Балабақшада өткізілетін қимылдық ойын түрлері мысалға: айгөлек, қанталапай, араласпақ, тақия тастамақ, түйілген орамал, арқан тартыс, аударыспақ, асық ойыны, хан, бес тас, тартыс, тағы да сол сияқты ойындар балалардың дене бітімін ғана емес, ақыл ойының жаттықтырушысы. Мысалы, кіші топтарда жүзік салмақ ойынын ойнату арқылы балаларды жылдамдыққа, тапқырлыққа, ептілікке үйрету. Ал ересектер тобында қанталапай ойында асықты шашып, оның кім жинап алады деген сияқты тапсырмалар орындату арқылы асықтың артында әрең тапсырмалар болады. Тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеміз. Ұлттық ойындар арқылы балалар тәрбиелеу жұмыстарын бағыттарын былайша топтастыруға болады. Ұлттық ойындар арқылы интеллектуалды қасиеттерін, логикалық ойлауын жетілдіріп, әңгімелей білуге дағдыландыру. Балаларға ізгілікті тәрбие беру, оқыту үрдісінде халық педагогиясының мол мұрағаттарын пайдалана отырып, оларға ізгілік, адамгершілік қасиеттерін бойына сіңіру, сипаттап айтуға төселдіру. Түрлі көркем шығармаларды пайдалана отырып, балаларға эстетикалық тәрбие беру арқылы олардың жеке тұлғалық қабілеттерін, жат нәрседен бойын аулақ салуға тәрбиелейміз. Балалардың сөздерді орынды қолдану дағдыларын жетілдіре отырып, сөйлеу мәдениетіне тәрбиелеу. Ұлттық өнер мен қолөнерді үйрету, балаларды ұлттық өнерге баулу, олардың эстетикалық талғамын қалыптастырады. Ұлттық мәдениетті құрметтеуге үйретеді. Дәстүрлі музыка. Балабақшада балаларды домбыра, қобыз секілді ұлттық аспаптармен таныстыру, әндерді үйрету өте маңызды. Қолөнер, киіз үй макетін жасау, ою өрнектерді бояу, кесте тігу секілді жұмыстар арқылы балалардың шығармашылық қабілетін дамытуға болады. Ұлттық тағамдарды таныстыру. Балаларды қазақтың ұлттық тағамдарымен таныстыру, оларды дәстүрлі ас дайындау мәдениетіне баулу. Құрт, ірімшік, бауырсақ, қымыз, шұбат секілді тағамдарды таныстыру арқылы қазақ халқының тамақтану мәдениет туралы түсінігін қалыптастырамыз.
ас адамның арқауы деген қағиданы түсіндіру арқылы дұрыс тамақтанудың маңыздылығын ұғындырамыз. Осыған орай баланың тұлғасын қалыптастыруда ұлттық ойындарды пайдалану жұмыстарының мынадай мақсаттары болуы керек. Бірінші, балаларды ұлттық болмысқа тәрбиелеу. Бұл мынадай жұмыстар бойынша жүргізіледі. Ұлттық ойындарды ұлттық тәлім-тәрбие көздерімен ұштастыруға жұмбақтарды, мақал-мәтелдерді, халықтың даналық, өсиет сөздерін айтқызу арқылы кеңінен қолдану. Көркем шығармаларды ұлттық ойындар түрінде беру арқылы балалардың ұлттық мәдениет пен әдебиетке дұрыс көзқарасын қалыптастыру. Ұлттық ойындар арқылы балаларға шешендік сөздерді үйретіп, олардың тіл мәдениетін жетілдіру керек. Келесі, балаларды ұлттық ойындар арқылы әлемдік ізгілік пен әдебілік негіздерімен тәрбиелеу. Бұл үшін біз әлемдік тәрбиенің озық үлгілерін, сыннан өткен тәрбие көздерін, білім беру дағдыларын, физикалық қасиеттерді дамыту, коммуникативтік, танымдық зияткерлік, балалардың шығармашылық дағдыларын, зерттеу әрекетін дамыту, әлеуметтік эмоционал дағдыларын ойын барысында тиімді қолдану қажет. Ұйымдастырылған іс-әрекет барысында нақылдар мен өнегелік өсиеттерді үйрету арқылы балаларды адамгершілік құндылықтарды түсініп, оны келешек өмірінде дұрыс қолдана білуге дағдыландырады. Балаларды дәстүрлі мәдениеттің ең жарқын және қолжетімді нышандарымен және элементтерімен, ұлттық тағамдар, киім-кешек, тұрмыстық заттар сияқты таныстыру, бір халықтың өмір салты басқалардан қалай ерекшеленетінін көрсету. Қорыта келе, балабақшада ұлттық құндылықтарды насихаттау ұлттың болашағы үшін маңызды. Ұлттық тәрбие алған бала өз елін, жерін сүйетін азамат болып өседі. Тәрбиеші балалардың ұлттық мәдениетке қызығушылығын оятып, олардың бойында патриоттық сезімді дамытуға барынша күш салу керек. Ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген бала өз халқының мұрасын құрметтейтін, оны болашақ ұрпаққа жеткізетін нағыз азамат болып қалыптасады. Балалардың балабақшаға бейімделу кезеңдері. Енді бұл бейімделу дегеніміз не және оны қандай түрлері болады? Баланы балабақшаға бергенде ол үшін үлкен трагедия болады. Өйткені оның бүкіл өмірі күрт өзгереді. Оған жаңа ортаға бейімделу үшін уақыт қажет болады. Балабақшаға бейімделу дегеніміз не? Бұл дағдылану, балаға бейімәлім әрі әдеттен тыс жаңа ортаға бейімделу. Балабақшаға бейімделу кезеңі қанша уақытқа созылады? Әр балада бейімделу әртүрлі жүреді. Осы кезеңнің ұзақтығына байланысты бейімделудің 3 түрі болады. Жеңіл бейімделу 10-15 күн, орташа шамамен 1 ай, ауыр бейімделу 2-6 ай. Балабақшаға бейімделу қалай жүреді? Бала балабақшаға бара бастағанда айтарлықтай психикалық күйзелісті бастан кешіреді, әрі беймазалық деңгейі жоғарылайды. Баланың балабақшада әлеуметтік бейімделуінде қиындықтар, олар эмоциялық жағдай бұзылады. Бұл ақылға қонымсыз мінез-құлық реакциялардың туына әкеп соқтырады. Баланың көңіл күйі бұзылады, ойнауға және сөйлесуге деген құштарлығы төмендейді немесе жоғалады. Ұйқысы мен тәбеті нашарлайды. Балалардың балабақшаға бейімделу кезеңдері ата-аналармен қарым-қатынасқа байланысты. Ата-аналармен күнделікті әңгімелесу және оларды бейімдеу мен оқыту процестеріне тарту мектепке дейінгі мекеме ұжымының басты міндеті. Балабақшалар базасында медициналық мекемелермен бірге ата-аналарға арналған курстар, балаларды тәрбиелеу, тамақтандыру және олардың денсаулығы сияқты мәселелер бойынша онлайн, офлайн кеңестер, сарапшылармен кездесулер ұйымдастыру қажет. Балалармен жұмысты ата-анасымен және айналасымен өзара байланыста жүргізу баланың әлеуметтік жағдайын, ерекшелігі мен қажеттіктерін білу өте маңызды. Әрбір ата-ана тәрбиешімен үнемі байланыста болуға ұмтылуы керек. Ата-аналарды баланы дамыту, тәрбиелеу және оқыту процестеріне тарту, оларды мектепке дейінгі мекемелердің қызметіне араластыру, тәрбиеленушілердің отбасыларымен серіктестік орнату, қарым-қатынасқа қолайлы атмосфера құруға бағытталады. Бейімделуге әсер ететін факторлар: баланың жасы, балабақшаға барудың оңтайлы жасы 2,5 жас пен 3 жас. Жынысына қарай да олардың бейімделуі ерекше болады. Қыздарға қарағанда олардың бейімделуі қиынырақ, өйткені олар анасына жақын келеді. Денсаулық жағдайы: созылмалы дертке шалдыққан, жиі суық тиетін балалардың балабақшаға бейімделуі қиынырақ болады. Отбасы құрамы: егер бала отбасында жалғыз болса, немесе жалғыз анасы өсіріп отырған болса да, балабақшаға үйрену қиынырақ болады. Икем мен машықтардың даму деңгейі:
өзі тамақтана алатын болса, киімдерін кие алатын болса, үлкендерден көмек сұрай алатын болса, бәрін ата-анасы істеп беретін балаларға қарағанда балабақшаға бейімделу оған оңайырақ болады. Әлеуметтік деңгейі. Ата-анасынан басқа ересектермен немесе балалармен тіл табысу тәжірибесі бейімделуді жеңілдетеді. Жалпы баланың мектепке дейінгі ұйымға бейімделуі ата-анасының баланы алдын ала психологиялық тұрғыдан дайындауына және тәрбиешінің баламен жұмыс жасай білу тәжірибесі мен біліктілігіне байланысты. Бала бойында осы бейімделу қиындықтары тәрбиеші мен ата-аналар арасындағы ынтымақтастыққа бағытталған серіктестіктер барысында дұрыс, тиімді қолданылатын түрлі әдістерге байланысты. Бұл әдістер туралы келесі дәрістерде нақты тоқталамыз. Бүгін сіздерге айтайын дегенім осы. Рахмет.